Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз осындай өте әдемі тақияны тігіп сәндеуді үйренетін боламыз. Ол үшін бізге ақ фетр және мата қажет болады. Осылай дөңгелек және ұзынша етіп қиып алатын боламыз. Оған паутинка мен матамызды өдекпен жабыстырып алатын боламыз. Жиегін артық жерін қиып алып тастаймыз. Және осылардың барлығын біріктіріп, зигзагпен жүргізіп шығатын боламыз. Енді оюын бастыратын боламыз. Оюды ең алдымен қағазға жарты бөлігін ручкамен көмегімен өзімізге ұнаған оюдың суретін салып, оны екіге бүктеп, сол қағазды сызық бойынша қиып алатын боламыз. Осылай екіге бүктесек, екі жағы бірдей ою шығатын болады. Енді оны бордың көмегімен тақияға бастырып шығатын боламыз. Бағанағы қиып алған оюымызды. Енді оны моншақпен сәндейміз. Моншақпен сәндеген видеомды келесі видеода салатын боламын. Бізде осындай камзолы мен тақиясын жасап шығардық. Үкі салсаңыздар да, салмасаңыздар да болады.